Әйел жүрегінің кілті. Ер кісінің Алла алдындағы дәрежесі әйеліне деген қарым-қатынасына қарап бағаланады. Себебі сендердің ең жақсыларың әйеліне жұмсақ болғандарың деген Алла елшісі. Біл, әйеліңнің бетіне күліп қарау садақа. Алақан мен әйелінің аузына бір түйір нан салған адам Алланың алдында өз сыйын алады делінген хадисте. Сондықтан әйеліңнің аузына өз қолыңмен тамақ салып, еркелетіп, әлпештеп тұр. Әйеліңнің ішкен ыдысынан сен де тамақ іш, оған өзіңнің нәзік сезіміңді көрсет. Алла елшісі Айша намыз ішкен ыдыстан Айшаның еріне тиген жерінен шетім болған. Жарыңның етегіне басыңды қойып көзілуді әдетке айналдыр. Онымен қалжыңдасып ойна, әрі оны күлдіретін оқиғалар айт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша намызбен жүгіріп жарысатын болған. Алла елшісі өзінің киімін өзі жамапты кетін, әрі қой сауатын болған. Оның алдында хош естенуге тырыс, және ол үшін сәнденіп киін. Атақты сахаба Ибн Аббас, мен әйелімнің мен үшін әдеміленгенін жақсы көретінім секілді, өзімді де ол үшін сәндегенді ұнатам деген. Әйеліңді еркелетуді, ол ұнататын лақап аттармен атауды әдет ет. Оның кейбір кемшіліктерін байқамауға тырыс. Егер әйелің жылап қалса, оның көз жасын өз қолыңмен сүртіп жұбат. Егер тамағы дәмді болса, мақтауды ұмытпа. Ал егер ұнамаса, үндеме. Ол сенің назарыңа түсуді қалайды. Сенен алғыс күтеді. Оған қиын-қыстау кезде қамқор бол. Әйеліңнің құлшылығына жәрдем ет. Әйеліңе сенім арт, әрі оны Аллаға тапсыр. Үйіңнен жұмысқа шығарда әйеліңнің маңдайынан иіскеуді ұмытпа. Әйеліңе сен үшін әдеміленіп, хош иістенуіне мүмкіндік бер. Оның ұялы телефонына оның сүйікті сөздерін жазып жіберуді әдетке айналдыр. Сүйіктіңді сыйлықта